Қайырлы таң, құрметті көрермен. Армысыздар, ардақты ағайын. Ақпаратты танымдық Қайырлы таң бағдарламасы сіздердің назарларыңызда. Бүгін сейсенбі ақпанның 3-і. Бүгінгі хабарымызда ауыл шаруашылығындағы өнертапқыштардың жаңалығымен танысып, еліміздегі соңғы мәдени жаңалықтарға назар аударып, хабардар боласыздар. Қайырлы таң, қазақ елі. Ал енді жылжыған жылдар легіне көз салып, 3-ші ақпанның маңызды оқиғаларын есімізге түсірсек. Ерлан, 1925 жылы 3-ші ақпанда Жас Қайрат апталық газетінің алғашқы саны жарық көріпті. Ал 2007 жылы Алматыда қазақ киносының алғашқы коллекциялық жинағының таныстырылымы өтіпті. Бұл жинаққа қазақ киносының әр кезеңде жарық көрген 30 фильмі топтастырылған. Ол Амангелді, Қыз жібек, Транссібір экспресі, Менің атым Қожа, Сұлтан Бейбарыс, Даладағы қуғын, Алпамыс мектепке барады, Мәншүк туралы аңыз және Ботагөз фильмдер екен. 2006 жылы 3-ші ақпанда Алматыдағы Үш қиян баспасынан әдебиетті зерттеуші ғалым, ақын Мүсілім Қапанның таңдамалы шығармалары енген «Өсиеттер бұлағы» атты кітабы жарық көріпті. Дәл осы жинаққа қаламгердің халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков туралы жазған «Зауал» атты пьесасы алғаш рет енген болатын. Міне 3-ші ақпан осындай мәдени оқиғалармен бедерленген екен. Қазақстан қолөнер шеберлері ұлттық аспаптарымызды қайта жандандырады. Тарихы тереңде жатқан әрбір аспаптың көмбірлеп әуезді әуен шығаруы сол аспапты жасаған шебердің еңбегіне тікелей байланысты. Дәл осына қызметті атқарып отырған үлкен кәсіпорын Алматы қаласында орналасқан. Экономикалық қиын кезеңдердегі сынға қарамастан кәсіпорын 1992 жылдан бері аянбай еңбек етіп келеді. Қазір мұнда ұлттық музыкалық аспаптың 40-тан астам түрі шығарылады. Заманның ағымына қарай аспапты жетілдіре беруіміз керек. Мысалға, бұрын ойнаған аспаптардың ішінде жаңағы, мысалы, жетіген аспап болса да, бұрын кезінде жетішекті болатын болса, қазір мынау заманауи неге даму, қазіргі шығармалар, шетелде үлкен шығармалар ойнағанға жетпес дыбысына қарай біз оны 21, 23, 25 шекке дейін жасап жатырмыз. Мәселен, әрбір қазақ шаңырағының төрінен орын алатын қара домбыраның өлшемі бойынша жіктелетін бірнеше түрі барын бірі білсе, бірі білмесі анық. Негізі домбыра деп аталатын бір түрі ғой домбыра. Бірақ домбыраның 6 жасқа дейінгі түрінен бастап, енді біз оны былай шеберлер мойынның жаңағы перне тұратын мойынның размерімен айтамыз. 32-ші өлшемдегі домбыра ол 6 жасқа дейінгі баланыкі. Сонан кейін 40-шы размердегі дейміз мойынның өлшемі. Оны 6 жастан 8 жасқа дейін. Сосын 46-шы, 44-шы размер деген бары өлшем. Ол 8 жастан 10 жасқа дейін. 46-шы өлшемдегі 10 жастан 12 жасқа дейін. Сосын үлкен 48-шы өлшем ол үлкен кәдімгі стандарттағы үлкен домбыралар. Домбыраның жасау технологиясы да ерекше, оның бүтін ағаштан ойып жасайтын және құрап жасайтын түрі болады. Әрине, бүтін ағаштан ойып жасау тәсілі күрделі әрі оған көп уақыт пен қажырлы еңбек қажет. Құрап жасау технологиясына бірнеше шебер жұмылдырылады. Бірі шанағын құраса, енді бірі иіп дайындап береді. Басқа шебер бет тақтайын тазалайды, қажетті ой өрнекті салады. Бұл бүгінгі заманға лайықты тәсіл. Ұлтымызға деген, қолөнерге деген адамның ұмтылысы өте жақсы болып кетатыр. Ол өте қуанарлық нәрсе. Өйткені бұрын мектеп бала жасынан бірінші классқа барғаннан ол бірінші әліппені ғана оқып, сондаймен сабақты ғана оқитын. Қазір әліппемен қоса балаларға домбырамен үйреніп жатыр. Өте қуанарлық. Ол домбыраны бірінші бастан үйреніп, осылай өнерге деген құмарлығы өте артып жатыр. Заман талабына сай үн әуездігін арттыратын күшейткіш құрылғылар орнатып жасайтын тапсырыстарда жетерлік. Оларды көбіне үлкен сахналарға алып шығатын музыканттар сатып алады. Сондай-ақ оқу орындары мен үлкен оркестрлерде шеберлердің қызметіне жиі жүгінеді. Еліміздің рухани мәдени саласына аянбай тер төгіп келе жатқан осындай шеберлердің барында қазақ аспаптарының үні үнемі күмбірлеп шыға бермек. Өте жақсы, құрметті көрермендер, білім және мәдениет арнасы алда келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін ұлықтап, жыл басын лайықты атап өтуді насихаттау мақсатында Наурыз жыр ақындар мүшәйрасын өткізуді жоспарлап отыр.
Ақпан айының басынан ақындарымыздың ұлыстың ұлы күні Наурызға арналған өлеңдерін қабылдау жүріп жатыр. Ұлттық әдет ғұрып, салт дәстүрімізді ардақтап, ұлыстың ұлы мерекесі Наурызды ұлықтап, жыр бәйгесіне қатысудың сәтін жіберіп алмаңыздар. Өлеңдеріңізді Білім және мәдениет телеарнасының 3w.bmtv.kz сайтына жолдауларыңызды өтінеміз. Жеңімпаз ақындар Білім және мәдениет арнасының арнайы сыйлықтарымен марапатталады. Құрметті көрермен, әңгіме кезегі өздеріңіз үшін қызықты оқиғалар іздеген әріптестерімізде. Жаңа жылдық мерекеге орай Ақтөбедегі Оксана Украин ұлттық мәдени орталығының өкілдері концерттік бағдарлама әзірледі. Ақтөбедегі достық үйінде мейрам қызықты салттар мен жан-жақты аталып өтті. Ақтөбеде 14 мыңнан астам Украин ұлтының өкілдері тұрады. Олар Қазақстандағы дінаралық және ұлтаралық келісімді берік сақтауға атсалысып келеді. Мерекелік шарада Оксана орталығының ересектер хоры мен балалардың шығармашылық ұжымы ұлттық фольклорлық әуендер орындап би биледі. Бір-бірлеріне ізгі тілектерін жолдады. Төл мереке құтты болсын. Зор денсаулық, бақыт, көз жүгір тілейміз. Мерекеде украин, орыс, қазақ, татар тілдерінде де ән шырқалды. 130 ұлт пен 40-тан астам конфессия өкілдері тұратын көп ұлтты еліміздегі ынтымақ пен бірліктің жарқын көрінісін ассамблея өкілдері көпке үлгі етті. Бұл мейрам өзіндік салт пен елімізде жыл сайын дәстүрлі аталып өтіледі. Бұл жолы үлкендерге ізет көрсетілді. Концертке зейнеткерлер шақырылған. Этот год у нас юбилейный. Биыл біз үшін ерекше маңызды жыл. Ассамблеяның мейрамы. Біз осыған орай 20 ізгі іс шарасын ұйымдастырамыз. Соның бірі осы концерттік бағдарлама. Біз оған әлеуметтік қорғалған топтар, қарттар үйінен қариялар мен зейнеткерлерді, тыл ардагерлерін шақырып отырмыз. Жаңа жылдан адамдар ерекше бақыт, жақсылық тосады. Бұл адамдарды қайырымдылыққа, ізгілікке, үлкендерді сыйлауға үндейтін көпке ортақ мереке. Ерлан, мен өнертапқыштардың жаңалығы өмірдің барлық саласына жеңілдік әкелетініне сенем. Оныңыз рас. Мысалы, ғаламтор жүйесі де өнертапқыштардың жаңалығы ғой. Егер бүгін ғаламтор болмаса, адамзат өркениетінің дамуы қаншама жылдарға артта қалар еді. Әсіресе өнертапқыштардың ауыл шаруашылығы саласында ашқан жаңалықтары осы саланың дамуына тікелей ықпал етіп отыр. Дұрыс айтасыз. Осы орайда әріптестеріміздің бейне сюжеті бар екен, соған назар аударайық. Қазақстандық ғалымдар егін ораған тиімді етуге бағытталған жаңа технология ойлап тапты. Отандық өнертапқыштың бұл жаңалығын естіген көрші Ресей мен Беларусь мемлекеттері бірден бірлесіп жұмыс істеуге шақырса. Қытай, Германия, Америка елдері қазақ ғалымдарының ғылыми жетістігіне таңдай қағып, жобаның әлемдік маңыздылығын мойындады. То есть интересное направление, очень интересная работа. Жаңа технология ауыл шаруашылығы дақылдарын ору кезінде қолданылады. Мақсат дәнді дақылдарды қосалқы зақымнан электромагнитті толқындар арқылы қорғау. Бұл технология өнімнің сапасын бірнеше есеге арттырып, экологиялық таза өнім жинауға көмектеседі. Яғни осындай тәсілмен орылған егіннің сақталу мүмкіндігі 40% артады. Ғалымның айтуынша бұл технологияны астыққа ғана емес, сондай-ақ өзге де ауыл шаруашылық саласының дақылдарына қолдануға болады. Қазір заманауи астық жинау модуліне еуропалықтар қызығушылық танытып отыр. Сол себепті де биыл Экспо 2015 көрмесіне дәл Сыдықовтың жобасы ұсынылатын болады. Ғалым енді Қазақстанның жаңалығымен бүкіл әлем танысады деп отыр. Ерлан, меніңше сурет салу үшін дүниеге суретші болып келу керек секілді. Ол да бір адам бойынан көрініс беретін бір тылсым құбылыс қой өзі. Әсіресе қара мен ақ түсті ғана пайдалана отырып, суретші қаншама сезімдерді жеткізе алады. Осы орайда өмір мен табиғаттың ұлы үйлесімін суретші Қадырбек Хаметовтың шығармаларынан іздеуіміз бекер емес. Өйткені суретші шығармашылығының алтын арқауы халықтың рухани қайнарынан бастау алады. Құрметті көрермен, бүгін КСР суретшілер одағының мүшесі, КСР суретшілер одағы сыйлығының иегері, көптеген халықаралық көрмелердің тұрақты қатысушысы суретші Қадырбек Хаметов біздің студиямызда қонақта. Қадырбек аға, қош келдіңіз. Қош келдіңіз аға студиямызға. Алғашқы сөзді сұрақты былай қойғым келіп отыр. Өзі суретшілік деген жаңа қымбат апайымыз да айтып өтті. Бір жаратқаннан берілетін бір құбылыс қой кәдімгі. Осы өнерге бір қанша жасыңыздан бастап келдіңіз? Қашан бір сурет салуды бір қолға алдыңыз? Дұрыс айтасыз. Бұл жаңағы суретші деген, ақындық деген өзі бір Алла тағаладан берілетін нәрсе сияқты. Ол бірақ енді
осы дүниеге адам баласы келгеннен Алла тағаланың нығметімен бәрі де бірдей болып келеді ғой. Бірақ енді келе біреу жаңағы өнер жағына жақын болады, біреу басқа да неге өмірдің тіршілігіне жақын болып келеді. Бірақ мен өзі кішкентайымнан осы кітап оқып, сол жаңағы өзіміздің қазақтың ән күйлерін тыңдап, сол кішкентайымнан сол жаңағы сол сезімменен оянып, суретшілік деген қасиет мен осы сол мектепте оқып жүрген кезімнен басталды да. Ертеректе тіпті неде жазатын едім, жаңағы өлеңде жазатын едім. Ондай да бір қасиетім бар. Бірақ өзім түбінде ойлайтын, негізінде осы жаңағы шығармашылықпен айналысам ғой деген. Сөйтіп жаңағы суретшілік жағы басым болып кетті де, осы Алматыдағы көркем сурет училищесіне түстім мектеп бітіргеннен кейін. Сол жерде оны 4 жыл оқып бітіріп, сол жерде ол кезде Совет кеңестер одағының кезінде направление беріп, кейін Мәскеудегі Суриков атындағы жоғары оқу орнын бітіріп келдім. Сөйтіп келіп, осында Алматыға келіп, сол өзімнің бұрынғы оқыған жерім көркем сурет училищесінде көп жылдай дәріс беріп жүрдім. Қазір соңғы жылдары Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында сонда дәріс беремін. Сол кеңес одағы кезінде Гоголь атындағы көркем сурет училищесін бітірген әрбір түлек ары қарай оқымаса да ол бір жоғарғы оқу орны мен тепе-тең керемет оқу орны болатын. Бірақ дегенмен де сіз жолдамамен Суриков атындағы жоғарғы оқу орнын Мәскеуден бітірдіңіз. Ондай жоғарғы оқу орнына екінің бірі түсе бермейді ғой. Кімнің шеберханасында оқыдыңыз? Кеңес одағының халық суретшісі Олег Михайлович Савастюк деген кісілер болды, Авасапов деген кісілер болды. Сосын маған көп әсер еткен Воронков деген сол Мәскеуде тұрады, сол жерде сол кеңес одағының жаңағы заслуженный художник дейді, еңбегі сіңген сонда суретші. Ол кісі маған литография деген сабақ. Мен өзі графика саласында оқыдым да, графиканың өзі графиканың ішіне литография, леногравюра, афорт деген нелер бар, техникалар бар, солар кіреді. Соның именно литографиясы маған өзіме көңіліме жақын болды да, сол кісіден көп үйреніп, осы жұмыстардың, шығармашылық жұмыстардың көбісі литографияда жасалынған. Литография деген нәрсе, ол ойлаған ойларымызды қағаз бетіне түсіріп, сосын ол үлкейтіп, тастың бетіне түсіреміз. Өз арнайы несі бар, карандашы бар, сол тастың бетіне түсіріп, содан кейін ол тасты травить етеді, ол честі өзінің технологиясы бар. Содан кейін барып, оны печатты басылып шығады. Аға, сіздің осы бір шоқтығы биік дейікші шығармаларыңыздың бірі осы дала өндер ғой. Осы туындыңыздан бір кәдімгі бір ұлттың болашағына деген бір алаңдаушылықты көргендей боламыз, сезгендей боламыз. Осы барлық туындыларыңызда осындай бір алаңдаушылықтар, осындай бір үлкен мәселені қозғауға тырысасыз ба? Әрине, толғанатын мәселелерді қозғауға тырысам, қаншалықты ол қолдан келіп жатыр, келмей жатыр, ол енді көрермендердің несінде. Ал дала өндері деген шығармамды мен сол Мәскеудегі оқуды орын бітіріп келгеннен кейін бір тоқырау заманы болды ғой, кеңес заманында тоқырау заманы болды. Біз өзіміздің әдет ғұрпымыздан, өзіміздің салт дәстүрімізден айырылып бара жатқандай болып, сондай сезім болды да. Сондықтан өзімнің композициямды мен солай құрастырдым. Біздің жазық кең далада түйенің үстінде келмеске кеткендей болып бара жатқан, арт жағынан көрсеткен көрініс, келмеске кеткендей болып бара жатқан біздің ару қыздарымыз, солардың образдарын бергенмін. Енді сол жұмысым енді көрермендерге көбісіне ұнап, содан кейін профессионалдық өнер зерттеушілер солар нетіп жоғары баға берді. Жоғары баға беріп, қызығушылықтан әрі қарай менің шығармашылық өнерімді нете бастады, бақылай бастады. Студиямызға біраз өзіңіз безендірген кітаптарыңызды алып келіпсіз. Енді сол туралы тоқталсақ, мына жерде Қозы Көрпеш Баян Сұлу жырдастаны жатыр міне. Мына Қозы Көрпеш Баян Сұлу
Негізінде мен бір 20 шақты кітаптың несін жаңағы безендіруіне қатысып, жаңағы иллюстрациялар жасаған екенмін. Соның ішінде бірақ енді мына қолыма түскен кітаптарды алып келдім. Соның ішінде өзіме ұнайтын осы Қозы Көрпеш Баян сұлу. Бұл мектеп баспасынан басылып шықты. Светлана Александровна Гусакова деген кісі басшы болып, редактор болып, осы кітапты бірнеше серия қылып шығарды. Абайдың кейіннен кітап конкурс, республикалық кітап конкурста бұл жақсы бірнеше жүлделі орын алды. Аға, бұл кітаптарда безендіргенде өзіңіздің бір шығармашылық еркіндігіңізбен саласыз ба, әлде бір тапсырыс беріле ма? Осы мысалға Қозы Көрпеште былай болса екен деген сияқты. Мысалы, жаңа Сұлтан Махмұтты көрсеттіңіз, жаңа Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматов ағаларымыздың жаңа Құз басындағы аңшының зарын көрсеттіңіз. Соларда қалай деген ғой? Негізінде мен енді әркім әртүрлі жасайтын шығар, бірақ мен кітапты безендірген кезде ең бастысы жаңағы несін кітаптың ішіндегі кітапты оқып аласыз ғой? Оқып алып, мағынасын несін түсініп, кітаптағы айтылған сөздерді, жаңағы сюжеттерді дәлме-дәл көшіруге тырыспаймын мен. Солардың жиынтығы ретінде, солардың образ ретінде нетіп жасағым келеді, сөйтіп сондай образны шығармалар шығаруға тырысамын. Әсіресе ол мына кезінде Абай атамыздың жастарға арналған өлеңдер жинағында жасаған кезде Абайдың өлеңдері негізі мектеп кезінен, кішкентай кезімнен маған өте ұнайтын. Соларды оқып, солардың жиынтығы есебінде үлкен образ қылып жасауға тырыстым. Тек қана сөзбе-сөз иллюстрация жасайтындар да бар. Ол маған онша қызықты болмады. Кітап безендіру дегеннен шығады. Осы біз оқып өскен батырлар жырында бір кәдімгі батырлардың алып тұлғасы, кәдімгі олардың тайбурылдарының, жылқыларының бір жаңағы басқан ізінде, бір жер ошақтың ізіндей орын қапты дегенді бір әдемі суретте батырларды бір керемет алып көрсетіп беретін. Кәдімгі оны оқыған адам, жасөспірім бір жақсы бір әсер алып қалатын. Қазіргі ертегілерден мен осы бір безендіруді байқай бермеймін. Осының себебі неде, аға, білесіз ба? Енді оны бір сөзбен айту қиын енді. Бірақ өзің айтпақшы, сол батырлар жырын кезінде эпостарды оқып, соны көріп, ішіндегі суреттерді көріп, үлкен тәрбиелік мәні бар. Осы қазіргі жастарға сондай кітаптар шықса екен дегенде менің де ойымда бар, мысалға. Бірақ енді кеңестер одағында болсын, одан кейін де қазір жеке баспа болып кетті. Оларда да сондай кітаптарды шығаруға тырысады. Батырлар жырын Баранов деген кісі жасаған кеңестер одағында. Ол кезде асығыс жоқ, тапсырыс беріледі. Ол тапсырысқа мүмкін 1 жыл, 2 жыл уақыт беріледі. Сөйтіп сондай енді есте қаларлықтай сондай жұмыстар шығарылады. Қазір асығыс па, білмеймін, соның арқасында барлығын тез жасауға тырысады, тезірек баспаға тапсыруға тырысады дейсіз ғой? Көріп жүрмін жасаған жұмыстарды. Көбінесе енді профессионалдық деңгейде, образдарды шамалы енді жақсы болса екен деген ойдамыз енді. Қадырбек аға, қазір енді өзіңіздің суретші ретінде, творчество адамы ретінде ойыңызда жүрген қандай арман бар, қандай тақырыпты қозғасам дейсіз? Енді қазір заман өзгерді, қазір біз егемендік алдық. Қазір тақырып әрине осы егемендігімізге байланысты, осы егемендігіміздің тұрақтылығы мәңгілік болсын деген тақырыпқа сондай бір үлкен әрине үлкен образдан тұратын бір картиналар жасасам деген ойымда. Мен мұна соңғы кезде графика саласында өзімнің қолтаңбамды қалдырдым ғой. Енді мұна кескіндеме саласы, живопись саласында да өзімнің қолтаңбамды қалдырсам ба деген арманым бар еді. Сол живопись саласында жаңағыдай тақырыптарды ойланып, толғанып жүрмін. Сол Құдай қаласа шықса, соларды жасаймын ғой деген ойымда бар. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында дәріс бересіз ғой. Шәкірттеріңізді де жаңағы өзіңіз айтқан бір қастерлі ұғымдарға, тәуелсіздік, бейбітшілік деген сияқты, осындай ұғымдарға тәрбиелейсіз ба? Осыларды сіңіруге тырысасыз ба? Әрине. Енді біздің дәстүрлі тақырыптар бар. Ол тақырыптардан басқа енді бүкіл әлемдік тақырып, енді мысалға ананың махаббаты, мысалға отанға деген махаббат, ондай тақырыптар, енді ол қай елдің болса да беткестер тақырыптар, сол тақырыптар жүйесінде жастарды тәрбиелеймін, сол тақырыптарды беремін де, сол тақырыптар жасап,
Сосын қазір соңғы кезде дәстүрлер болсын, қазақтың эпос легендалары болсын, соларға сондай тақырыптарға байланысты қылып беремін тақырыптарды. Жақсы. Қазіргі жастар сол меніңше аңыз афсаналар, өзіміздің лира эпостық жырлар, олардың бәрін әрине сіздердің арқаларыңызда бойларына сіңіріп тәрбиелеп жатырсыздар ғой. Жалпы студенттердің шығармашылығын жұртқа, халыққа паш ететіндей көрме ұйымдастырылып жатыр, солай емес пе? Біздің өзіміздің өнер академиямыздың несінде жаңағы кіреберіс жерінде холл бар, сол холлда әрдайым жаңағы бір айда демей-ақ қояйын, 1-2 айда жаңағыдай сөйтіп көрмелер ұйымдастырып тұрады. Олардың арасында жаңағы өзіміздің жаңағы студенттеріміздің де жұмыстары ілінеді, ұстаздардың да жұмыстары ілінеді. Ол бір жағынан жақсы, жаңағы оқушыларға қарап, олардан тәрбие алуға, сосын өздерінің жұмыстарын қойып, негізі көрерменге жұмыс ұсынудың өзі де бір не ғой, енді үлкен еңбек ол. Аға, мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Өзіңіз дәріс беретін осы өнер академиясында бір жаңа графиканың бір құпиясын түсіндіретіндей мүмкіндіктер бар ма? Техниканың салған суретіменен адамның жүрегінен шыққан, ойынан шыққан, қолмен жасалынған суреттердің үлкен айырмашылығы бар. Бір кездері сол жаңағы компьютер шыққаннан кейін ол техникамен сурет салып, сол бүкіл дүние жүзінде оны қолданған. Білу керек қой бірақ. Бірақ ол кейін келе түсініп, все-таки мына адамның несі суретшінің өзінің істеген еңбегіне жетпейтіндігін түсініп келе жатыр да, қайтадан соған суретшілерге тапсырыстар болып жатыр. Рахмет аға, бүгін сізге уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін, көрерменмен өзіңіз тағы бір жүздескен үшін рахмет айтамыз. Шығармашылық табыстар мол болсын. Сіздерге рахмет. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Құрметті көрермен, біз хабарымызды ары қарай әріптестеріміздің бейне материалымен жалғастырамыз. Астана қаласындағы Конгресс-холл сарайында Мәуліт мерекесіне орай республикалық рухани кеш өтті. Күллі әлемге рахым нұры болған Мұхаммед пайғамбарымыздың туылған айын иесі мұсылман қауымның ерекше ықыласпен күтетіні белгілі. Жыл жаңарып, жаңа күнтізбеге аяқ басқалы, алаш жұртының да асыға күткен мерекелерінің бірі осы Мәуліт болатын. Бүгінгі рухани кештің мән мағынасы да сол. Пайғамбарымыз саламның жүріп өткен жолы жастарымызға үлкен бір ғибрат болсын деген ниетпенен осы бүгін кешті өткізіп отырмыз. Және осы бүгін кештегі түсетін қаржы, Аллаға шүкір, бүгін мына кештің соңында әл-ауқаты төмен отбасыларына таратылып беретін болады қаражат. Кешке елге сыйлы зиялы қауым өкілдері елдер арасындағы дипломатиялық байланысқа ат салысып жүрген мұсылман елдерінің елшілері арнайы келді. Осынау шара барысында Астана жастар театрының өнерпаздары даярлаған театрлық көрініс қойылып, көрермендерді терең ойға жетеледі. Бала, ертеңді айтпа. Сол жеңілік қашан келеді? Сондай-ақ айтыскер ақын Аманжол Альтаев арнау жырын жеткізсе, белгілі ақын Арман Бердалин жоқ іздеп жүрмін термесін орындап көрерменді руханият әлеміне бойлатты. Бұдан соң сахна төріне алма кезек шақырылған әншілер көрерменді тағылымды әндермен әлдиледі. Осыншама толы зал, мұсылмандардың жиналғанына қуанып отырмыз. Үлкен рахметімізді айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Құтты болсын Мәуліт айы. Енді жылда осындай бір жоғары деңгейде өткізіліп жатқаны ол бізді қуантады. Осындай игі істің айналасында жүргенімізге біз өзімізді өте бақытты санаймыз. Соңғы жылдары Мәуліт мерекесі жерлерде халықтық деңгейде кең атап өтілуде. Осылайша күнтізбемізге жұртшылықты рухани құндылықтармен сусындататын тағы күн еніп келеді. Құрметті көрермендер, білім және мәдениет арнасы алда келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін ұлықтап, оны жоғары деңгейде атап өтуді насихаттау мақсатында Наурыз жыр ақындар мүшайрасын өткізуді жоспарлап отыр. Ақпан айының басынан бастап ақындардың ұлыстың ұлы күні Наурызға арнаған өлеңдерін қабылдау жүріп жатыр. Өлеңдеріңізді білім және мәдениет телеарнасының 3w.bmtv.kz сайтына жолдауларыңызды өтінеміз. Жеңімпаз ақындар білім және мәдениет арнасының арнайы сыйлықтарымен марапатталатын болады. Біздің жүздесуіміз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.
Жүрсем де сағынамын, тыным таппаймын. Анашым менің ақ сүтіңді қалай ақтаймын. Еркелетіп өсірген, қатем болса кешірген, қанат берген арманға сен анашым. Әрқашанда бейбіт заман болсын, бұл қыздарың жайнап аман болсын. Жүзден асың ортамызда жасың анам. Күнің болып күнде оятайын, аман жүрші менің анатайым. Құтты болсын мерейтойым, асыл ана. Анашым менің, ынтымағым берекем менің. Сен аман жүрсең, таусылмайды мерекем менің. Дарханымсың тарасың, менің асыл анашым. Баға жетпес қазына сен қанасың. Әрқашанда бейбіт заман болсын, қыздарың жайнап аман болсын. Жүзден асың ортамызда жасың анам. Күнің болып күнде оятайын, аман жүрші менің анатайым. Құтты болдың мерейтойым, асыл анам. Заман болсын, ұл-қыздарың жайнап аман болсын. Жүзден асың ортамызда жасың ана. Күнің болып күнде оятайын, аман жүрші менің анатайым. Құтты болсын мерейтойым, асыл ана. Күнің